Сәлем достар, бүгін біз осындай тез жасалатын өте дәмді кексті жасаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап каналыма тіркеліп қоямыз. Алдымен 2 жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап миксермен араластырамыз. Біздің жұмыртқамыз езіліп, массасы 2 есе ұлғаюы керек. Одан кейін ерітілген сары майымызды қосамыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Тоңазытқыштан алынған сүтімізді да қосып, барлығын жақсылап осылай араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды електен қопсытқышымызды салып, асықпай барлығын дәл видеодағыдай өткіземіз. Шамамен менде бұл кексқа 260 грамм ұн кетті. Енді барлығын венчиктің көмегімен немесе силиконды қасықтың көмегімен де барлығын араластырсаңыз болады. Бұл кекстің бір жақ жері дүкеннен еш нәрсені алмайсыз, үйдегі бар құралдармен жасайсыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді жан-жағын дұрыстап жинап, бір жағына алып қоямыз. Енді үстіне себетін штрезельді әзірлейміз. Ол үшін бізге ұн, қант және де мұздай сары май қажет. Барлығын осылай қолымызбен біріктіріп, жақсылап ұнтақтап аламыз. Сонымен қатар достар, мен жоғарыда үй жағдайында жасалатын күлше нанның рецебін қалдырамын. Сілтемеден өтіп, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. 180 градуста пешімізді қыздырып бастаймыз. Әр кекске менде шамамен 1,5 ас қасықтан кетті. 12 штук, яғни 12 дана кекс шығады. Барлығын салып болғаннан кейін үстіне 1 ас қасыққа жетпейтіндей қылып штрезельді әдемілетіп сеуіп шығамыз. Енді жақсылап барлығын 20-25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің кексіміз дайын болды. Жасап көріңіздер. Арасына жеміс-жидектерді де қоссаңыздар болады. Өте қарапайым рецепт, үйдегі бар құралдардан жасалады. Кексіміз ұнтақ, өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.